Қазақстан Республикасы президентінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы бүкіл түркі дүниесінің қызығушылығын оятты. Онда латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ 21 ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты деп атап көрсеткен. Расымен де қазіргі заманда латын қарпіне негізделген әліпби лингвистикалық тұрғыда технологиялық прогрестің негізгі элементтерінің бірі болып отыр. ақш-тың Висконсин университетінің профессоры, тарихшы Кемаль Карпат қазақты ұлт ретінде сақтау, түрікті сақтау деген сөз. Өйткені ең таза қанды түрік қазақтар. Қазақ тілі ең таза түрік тілі. Түрік тегінің тамыры да осында жатыр. Түркиядағы мұсылманшылық сол Яссауи уағыздаған мұсылманшылық. Мен америкалық түрікпін. Жүрегімнің бір түпкірінде қазақ тұр деген пікір айтқан еді. Сондықтан да латын әліпбиіне көшу сөзсіз бүкіл түркі халықтар үшін де маңызды шешім болмақ. 20 ғасырға дейін түріктің тілін аздырмай асыл қалпында алып келген тіл тұрғысындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті. Ахмет Байтұрсынұлы. Оның кейінгі ең негізгі түркі тілдес халықтар бірін-бірімізге жақындасамыз, ұғысамыз, түсінісеміз. Сол жөнінен келген. Сонан кейінгі егер латын әрпінде болатын, латын әрпінің негізінде жасалған жаңа әліпбиде болатын болсақ, біз онда әлемдік информациядан хабардар боламыз. Қазіргі мысалы осы кезде тіпті түріктер айтады, сіздердің кириллицамен жазылған түркияда, менің енді көбінесе қазақтармен байланысым, мына кириллицамен жазылған, біз онша ұғып түсінбейміз дейді. Қандай керемет бүгінгі қоғамның алдына қойған ең негізгі мақсаттарының менімше бірі осыда. Қазақ тілінің жанашыры, қоғам белсендісі Асылы Османның пікірінше әрбір нәрсе, әрбір қоғамға лайықты ой туындатады. Дәл қазір біздің қоғамымызға керекті нәрсе қазақ әліпбиін латын әліпбиімен таңбалау. Осы тұрғыдан келгенде өтіп жатқан жиындар да бәрі де жақсы. Бірақ халыққа ұғындырып, түсіндіру, насихаттау кемшін. Біреуі түсініп, біреуі бұрыс түсініп жатыр. Бұл жерде біз қазақтың тілін латынның тіліне ауыстырмаймыз. Қазақтың тілінің әуезділігін, шұрайлығын сақтай отырып, қазақ тілін латын әліпбиімен таңбалау ғана. Сол таңбалауда қазақтың өзінің үні де, әуезі де, сазы да сақтала білу керек. Осы тұрғыдан келгенде қазақ тілін латын әліпбиімен таңбалауды жөн көремін, қолдаймын деді ол. Оның айтуынша әрбір тілдің өзіндік ерекшеліктері бар. Латын әліпбиіне көшу барысында сол ерекшеліктерді сақтай білуіміз керек. Тіл білімі ереже жаттату түрде үйретілмей, сөздің тұлға, мағына, қисын жағын тану түрде үйрету керек. Сөздің тұлға, мағына жағын тануға керек жоқ нәрселер тіл білімінің сабағына кірмеске тиіс. Ахмет Байтұрсынұлы. Латын әрпінің негізінде жаңа алфавитті жасау, бұл қазіргі өмірдің де, қоғамның да талабы. Біз осы арқылы әлем көшіне ілесеміз. Өйткені басқа жердегі, басқа ұлттың, басқа мемлекеттің әліпбилерінің барлығының да негізі осы латын әліпбиінде жатыр. Негізі біз көш қалай жүрсе, солай қарай жүруіміз керек. Әлем қазіргі бүгінгі таңда ненің ағылшын тілін пайдаланып жатса, ол ағылшын тілінің әліпбиі осының негізде болатын болса, олай болатын болса, біз де Құдайға шүкір тәуелсіз елміз. Осы арқылы да қазақтың тілі алты алаштың тілін алты құрлыққа таныта аламыз. Сонда барлық түркі тілдес ағайындар Қорқытты, Әл-Фарабиді, Мұстафа Шоқайды түпнұсқадан оқи алады. Яғни әліпби халықтарды бір-біріне жақындататын, оның ішінде түбі бір туыстас ұлттардың өзара ынтымағына көмектесетін маңызды құрал болмақ. Қазіргі кезде Түркияда жүрген қазақтарымыз латынша, шетелде 40-тан астам мемлекетте тұратын қандастарымыз латынша, Қытайдағы бауырларымыз араб жазуында, Моңғолиядағы қазақтар кирилл қарпін қолдануда. Латыншаға көшсек, дегендегі мақсаттың бірі де осы барлығының басын қосу, біртекті ету. Одан бөлек түркі руханиятын жақындастыру үшін
латын графикасына көшу арқылы көптеген мүмкіндіктерге қол ұшын созбақпыз.